Сәлеметсіздер ме оқушылар? Тірі ағзаларды жүйелеу бөлімі 3-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тірі ағзалардың 5 патшалығына жалпы сипаттама беру. Прокариоттар, протистер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар. Өсімдіктер мен жануарлардың негізгі жүйелік топтары. Сабақтың мақсаты жүйелеудің маңызын түсіндіру, жүйелеуде тірі ағзалардың орнын анықтау. Олай болса, оқушылар, өткен бөлімді пысықтау бойынша тест сұрақтарымен жұмыс жасаймыз. Бірінші, экожүйенің барлық тірі компоненттері қалай аталады? Дұрыс айтасыңдар, биотикалық фактор деп аталады. Әрі қарай ойлана отырып жауап береміз. Заманауи жүйелеудің негізін қалаған швед ғалымы Карл Линней 1707-1778 жылдар аралығында өмір сүрген. Табиғат шежіресі атты еңбегінде жүйелеуді биологияның жаңа бөлімі ретінде анықтады. Линней еңбегінің жетістігі түрлерді белгілеуде қос әріп латын атауларын енгізді және осы кезге дейін қолданылатын жүйелеу категориясының көп бөлігін жасады. Оқушылар, осы оқу жылында тіршіліктің негізгі 5 патшалығы прокариоттар, протистер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлармен танысасыңдар. Прокариоттарға барлық бактериялар жатады. Олардың басты ерекшелігі жасушаларында ядролары болмайды. Яғни прокариоттар ядроға дейінгі ағзалар деп аталады. Эволюция барысында олардан едәуір жетілген ядролық ағзалар эукариоттар, яғни саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар түзілген. Протистерге бір жасушадан тұратын және ядросы бар барлық ағзалар жатады. Оларды эукариоттар патшалығы деп атайды. Саңырауқұлақтар табиғатта спора арқылы көбейеді, қоректік заттарды топырақтан сіңіреді. Олардың денесінде өсімдіктерде кездеспейтін, тек қана жануарларда болатын химиялық заттар бар. Вирустар тірі организмдердің ішіндегі жасушасыз тіршілік иесі. Олар барлық тірі ағзаларды уландырады. Электрондық микроскоппен 300 000 есе үлкейтіп қарағанда, олардың пішіні таяқша, жіп тәрізді және іші қуыс цилиндр тәрізді болып келеді. Өсімдіктер патшалығына жасыл зат, хлорофилл көмегімен жарықтан энергия алуға қабілетті ағзалар жатады. Өсімдіктер қозғалмайды, сондықтан бүкіл энергияны өсуге жұмсайды. Жануарлар патшалығы жарықтан энергия алуға қабілетсіз. Оларға құрамында қоректік заттар бар, нәруыздар, көмірсулар, майлар қажет. Жануарлар қозғалады және соған көп энергия жұмсайды. Өсімдіктер мен жануарлардағы көптеген жүйелік категориялар сәйкес келгенімен оларда екі айырмашылық болады. Өсімдіктерде патшалық, бөлім, класс, қатар, тұқымдас, туыс, түр, ал жануарларда патшалық, тип, класс, отряд, тұқымдас, туыс, түр. Оқушылар, өздерің сызбадан көріп тұрғандай, жануарлар мен өсімдіктер айырмашылық жасайтын негізгі екі жүйелеу категориясы бар. Бұл бөлім, тип, сондай-ақ қатар, отряд. Міне осы жіктеудің бұл ерекшелігін біз әр уақытта есте сақтауымыз керек. Оқулықты пайдалана отырып, мына тапсырманы орындаңдар. Ағзалардың жүйелік орнын анықтап, кестені толтырыңдар. Үйге тапсырма 8-ші параграф жүйелеудің маңызын оқу және жүйелеудің қалыптасуы мен дамуына,
өз үлестерін қосқан ғалымдар туралы хабарлама жасаңдар. Сабағымыздың соңында бағдаршам тәсілі бойынша кері байланыс береміз. Түсінбедім, толық түсінген жоқпын, түсіндім. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.